Ал біз деген бүгін кешке барлығымыз жиналып жатырмыз. Кім бар десеңіздер, на жақта Нурка. Кеше бота ұйықтап қалған соң қайтадан шықтық. Я, на жақта Хуршет за рулем. Біз үшін бірінші қаңтар болатса, Ақбота үшін бүгін 31 желтоқсан жаңа жыл. Өткені бұл аю кеше ұйықтап қалған. Я, мен прикиньте, 2025-те өмірімде бірінші рет жаңа жылда ұйықтап қарсы алдым. Қалайсыздар, жалпы 2025-те оянып не істеп жатсыңдар? Жиналып алып бір жерде жүрген жоқсыздар ма осы? Потому что қалаға шықсаң пробка жоқ, адам аз. Бәрі бір жерге жиналып бір отырыс жасап отқан сияқты ше, маған айтпай. Официально құттықтамаппын, ал келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құт берекесімен келсін, отбасыларыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз. Және 2024 жыл өткен жыл, жалпы мені қолдап, мені барынша уайымдап, мені іздеп жүрген жандарға алғысым шексіз. Сіздерменен мақтанам, мен оны бағалаймын жандарым. Алтындарым, рахмет. 2025 бір потолок қоятын жыл болсыншы бәріміз үшін. Табысты, берекелі, бақытты. Кеш жарық, қалайсыздар? Жаңа жыл қалай? Жаңа жыл 2025-тің алғашқы күні. Я кешке ұйықтау болды, тек қана мен ғана емес, бәрі ұйықтаған сияқты. Шаршап қаппыз, өліп қаппыз ғой бәріміз. Жаңа жыл келмей тұрған ғой. Алматы деген шулады, енді Қазақстан бір шула болды. Кеттік енді жаттығуға кеттік. 2025-тің алғашқы жаттығуы басталды. Жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа бақыт, жаңа жыл. Олар ойнап жүрмей. Новогодний тренировка. Осы жылға мақсатымыз айқын, Алла қаласа. Алдыңғы 2024-те жіберген қателіктің бәрін түзеп, қазақтың көк туын желбірететін боламыз, Алла қаласа. Тек қана сіздер қолдаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бәрібір де маңызды. Бізді көтеретін де халық, түсіретін де халық. Жәндәрім әшейінсіңдер осында. Солай мейрамдарыңызбен бәріміз аман болайық, сау болайық, бала-шағамыз аман болсын. Әрбір үйге бақыт, береке, байлық, денсаулық кірсін.